Бүгінгі біздің тақырыбымыз Instagram туралы. Жалпы мұғалімді танымал ететін, мұғалімді табысты қылатын, немесе табысты репетитор қылатын, өзін әлемге паш ететін, өзі жайында әлемге өзін көрсететін, өзінің жеке брендін қалыптастыратын қазіргі таңда үлкен алаң бар, онлайн алаң, ол Instagram. Неге осы именно Instagram? Себебі Instagram қазіргі таңда халықтың өміріне, халықтың әлеуметіне әбден еніп, олардың өмірімен толыққанды араласып кетті. Себебі бұған дәлел қазір мектеп оқушысынан бастап үйде жұмыс істейтін адамдар, үйде отырған адамдар, үлкен қарт аталар мен апалар да осы Инстаграмды қарап отырады. Статистика бойынша әлемде бір күнде 500 мыңнан астам адам Инстаграмды қарайды екен. Ал бұл деген, жаңағыдай айтып кеткенімдей, Инстаграм бүкіл адамдардың өміріне толыққанды енді деген сөз. Енді неге осындай жағдайда, неге мұғалімдар өздері именно осы Инстаграм арқылы, Инстаграммен мықтап жұмыс жасап, неге табыс таппасқа? Егер де сіздердің бізге дәл керекті біздің мақсатты аудиториямыз мектеп оқушылары, олардың ата-аналары, олардың апалары мен аталары осы Инстаграмды қарайтын болса, бізге ол деген өте үлкен мүмкіндік. Тек сол қарап отырған адамдардың арасынан тек өзіңіздің мақсатты аудиторияңызды дұрыс таңдап, өзіңіздің мақсатты аудиторияңызға беретін өніміңізді дұрыстап ұсына алсаңыз, өзіңіздің жарнамаларыңызды, сататын видео, сататын баннерларыңызды дұрыс жеткізе алсаңыз, сізге табыс табуға өте үлкен мүмкіндік болып тұр. Жалпы Инстаграм дегенде жеке адамның тұлғалық образы, яғни оның жеке бренді деген ассоциация қатар жүреді. Немесе қандай да бір компанияның жеке бренді деген ұғым қатар жүреді. Инстаграм деген сөзді естігенде біз көбіне осындай ойға келеміз, яғни жеке бренд, репутация, осының барлығы қалыптасып дамыды деген ой келеді. Яғни мұғалімнің немесе репетитордың жеке бренді деген не? Ол оның тұлғалық образы. Жалпы жеке бренд бізге не береді? Біздің эксперттілігімізді көрсетеді. Біздің қандай мұғалім ретінде, қандай табысты мұғалім екенімізді, немен айналысатынымызды көрсетеді. Жалпы жеке бренд екі жағдайда жүреді екен. Ол біріншісі ішкі упаковка, екінші сыртқы упаковка. Осы екі упаковканы қатар алып жүрген кезде бізде Инстаграмда продвижение жақсы жүреді. Ал енді өздеріңіз білесіздер, продвижение болған жерде біздің мақсатты аудиториямыз жиналады, яғни подписчик саны жиналады. Подписчик саны көп болса, әрине бізде сатылым көп болады. Сонымен ішкі упаковка деген не? Ішкі упаковка ол сіздің әрине аты жөніңіз, никнеймға жазылатын аты жөніңіз, сіздің тұлғалық образыңыз, сіздің көріну, сізді мысалы аты жөніңізді айтқан кезде сіз қалай елестейсіз кісілердің ойына, қалай олардың ойларына кім болып түсесіз, сол сіздің ішкі упаковкаңыз. Ал енді сыртқы упаковка десеңіз, мысалы сіздер видео сабақтар жазсаңыздар, немесе онлайн курстар түсірсеңіздер, сол жерде қойылатын логотиптеріңіз, Инстаграмда да қоятын логотиптеріңіз, немесе бір қандай да бір музыканы өзіңіздің музыкаңыз ретінде сабақтардың басталған кезде, сабақтардың аяқталатын кезінде қойса, бұл сыртқы упаковка деп аталады. Немесе оқу орталықтарынан репетиторлық орталықтарға келетін болсақ, келген оқушыларға папка ұсынамыз. Сол папкада дәптерлер, қаламсаптар, тағы да басқа ментальный арифметика болса шоттар деген сияқты нәрселер ұсынамыз. Солардың сыртындағы жазылып тұрған логотип жазу, бұл тоже сыртқы упаковкаға жатады екен. Яғни осы екі упаковканы қатар алып жүрген мұғалім, ол әрине табысты жеке репетитор болып, жеке мұғалім болып, табысты кәсіпкер мұғалім болып қалыптаса алады.